dostlar, benim adım Erasu. Tasım Çöptek. Sayın dostlar, benim ismim Amina. Сәлеметсіздер, мен Ерасыл мен Аминаның анасымын. Мен қазір лас қол деген тәжірибені көрсететін боламын. Ол үшін бізге су керек, осындай ыдыс, ішінде қолы бар. Сосын сұйық су сабын керек, сосын ұнтақталған қара бұрыш керек. Суымызды ыдысымызға құямыз. Суымызды құйдық. Енді осыған біз кір, лас нәрсе саламыз. Қолымыз микроб болды деп ойлаймыз. Балалар не болды? Баланың қолы кір. Баланың қолы кір болды. Енді біз ол кірді кетіру үшін сұйық сабынды пайдаланамыз. Яғни қолымызды сұйық сабынға батырып, кірге тигіземіз. Тағы да батырып, не болып жатыр? Мына жерде кірлер қайда кетіп жатыр? Басқа жаққа. Олар сабыннан қашып жатыр, демек. Сонда біз даладан келгенде және тамақ ішер алдында қолымызды не істеуіміз қажет, балалар? Не байқауға болады? Немен жуу керек? Сабынмен. Келесі тәжірибеміз екі түсті араластыру арқылы жаңа түс аламыз, балалар. Міне, ол үшін бізге су керек, және краска керек, және таяқша керек. Ыдыстарға мен сулатып ештеңеге құйып шығайын. Енді біз екі түстен таңдайық. Көк түсті, маған араластырайық. Ерасыл, сен сарын ала ғой. Көкке сарын араластыра ғой. Мына жақтан алып. Екінші суға сарын араластыра ғой. Дұрыстап араластыр, Енді біз түстерді араластырып алдық қой. Көк түс болды. Енді осы екеуін бір-біріне қосамыз. Қандай түс шықты? Жасыл түс шықты. Аминаның көйлегі сияқты түс шықты, міне. Күлгін түс шықты. Екі түсті араластыру арқылы не істедік, балалар? Жасыл түс шықты. Түс шықты. Екі түсті араластыру арқылы біз жаңа түстер алдық, Мына жерде бізде жаңа сары мен көк болды ғой. Жасыл болып кетті, не қараңдар. Мына жерде қызыл мен көк алғанда күлгін түс шықты. Енді балалар келесі тәжірибемізді жасайық, Сендер зерттеп отырыңдар. Бізде сұйық май бар. Енді сұйық маймен су араласам екен, сол тәжірибені жасайық. Ол үшін мен мынандай екі түрлі суды бояп алдым түске. Бізде сұйық майға енді осы Мен де құяйыншы. Суымыз, құйған суымыз қайда кетті? Сұйық майдың түбіне батып кетті, Бұл не үшін батып кетті деп ойлайсыңдар? Мен білемін. Сосын батып кетті. Жасырғанда. Сосын арастырғанда арастырамыз. Жоқ, балалар, дұрыс таппадық. Себебі судың массасы, яғни салмағы, майдың салмағынан көп болғандықтан, ол бізде түбіне отырып қалды, міне. Көрдіңдер ме? Май бетінде тұр, су түбіне түсіп кетті, міне. Сонда ол не болды?